Всем привет! Бүгін накладной ногти жабыстыратымыз осындай френч түрін. Қара түсті френч. Біз осындай клей қолданамыз. Кәдімгі андай супер клей сияқты клейлер болады ғой. Бірақ ол вообще неудобно қолға құйып кетсе. Осындай наклейка түрі жақсы. Мен общий оны саусағыма да жабыстырамын. Бірінші біз саусақтарымызды пилкалай аламыз. Пилкасы кішкентай. Қазір мен общий бүкілін пилкалап боламын, одан кейін түсірем. Типа мен былай пилкалаймын. Общий шет жақтарын полностью сенің наклейкасы тез жабысып, тез алынады. Енді бүкіл үстін просто так қолмен сүрте саламыз. Негізі өзін андай бір нәрсесі болу керек, сүртетін, бірақ жоқ надо. Ал енді бүкіл саусағымызға осы наклейканы жабыстырамыз. Бұл жақта 12 штук запасымен жүреді. Неге 12-20 болып запасымен жүреді түсінбеймін. Вот мен бүкілін пилкалап тастадым. Мынау ең қиын ол. Типа мынау былай істейсің да, былайынан істеген неудобно. Ойбай. Ой, наклейканы аша алмай жатырмын. Вот. Бұл бетіндегі пленкасы. Жаңа жыл, жаңа арман деп айтатыр. Теледидар айтатыр. Вот осылай жабыстырамыз. Былай. Бүкіл саусағыма қазір наклейкалар жабыстырып шығамын. Достар, бүкіл наклейка жабыстырдым. Вот. Енді бірінші үлкендікін аламыз. Вот наклейкасы қалып кетті. Енді ең үлкен саусақ деген қайсысы? Мынау. Мынаны жабыстырамыз. Ұшына таққа жабыстырса, кәдімгі маникюр сияқты болып тұрады. Вот, зор жабысты. Үстінен қатты басамыз. О май гад. Қысып қалған жоқ, нормально. Зор жабысады оны. Вообще түспейді. Қатармен жабыстыра берейік. Мынау екіні келе ма? Әр саусаққа келетін бөлшек жабыстырамын. Қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 шығады екен шынын. Келесі саусақ. Осай келеді. Мынау. Ойлана қайсы сай келеді, достар. Как көремін? Хася анау. О, нормально. Енді ортаңғы саусаққа үлкенірек бола береді. Ортаңғы саусақ істепші. Ойынан наклейкасы. Вот. Енді мынау. Ачу осы видеоны көрген екен лайк баспайды. Өйткені мен жаңадан бастадым. Бұрын менде 510 подписчигі бар, YouTube аккаунтым бар еді. Ол мен көп видео салмай кеткеннен кейін актив түседі и сосын өшіп кетеді. Ой, өшіп кетеді деппін ғой. Не болады? Типа вообще салған видеоларын просмотр жинамайды. Бұл жақта көп просмотр жинайтын. 600-ге жетіп, потом мен көп видео салмай кеткеннен 510-ға түсіп кеткен. Вот сендерге айтарым. Ойламаймын семет. Ой, бұл мен бүкіл саусағыма жабыстырып салатым. Ой, басқа кішкентайлар бар екен. Бәсе, дұрыстап алайын. Вот.
Камер шын жаса андай тырнаққа ұқсайды. Енді мына қолымды істеп тастаймын. Достар, мен мына қолмен неудобно екен, ваннаның аяқтың үш саусағын жабыстырып екен, аяқтығын істеу керек екен. Қазір қолым неудобно болған екен, тіспен ашып жатырмын мына наклейкаларын. И то вообще дұрыс. Бүкіл ауызыма істедім. Тоже аяқта тырнақтар қалды. Енді осынан вот наклейкасын осылай ашып жабыстырып жатырмын. Прям неудобно екен да. Ой, қате жабыстырып жүрмін. Қате дегенде ителмей алды. Мынауынан кішкентай болып қалды ма? Енді соңғы ең кішкентайына мынау кетеді екен. Мен саусағымды бұрап жүрмін. Тырнағым? Тырнағым кәмелі? Ойбай, андай бір түрлі оқыған жоқ па? Вот это мой кор. Андай оқыған сияқты да. Мына жақ бірақ бардак болып кетті менде. Ой. Қалай шықты? Нормальная. 500 теңге минус. Ничего, мен өзім еш нәрсе аямау керекпін. Қалай шықты? Бұл үйті мықты түспейді ғой. Короче, мықты сендерге айтарым, накладной ноль дейді. Осы наклейкасымен мықты пилкалап жабыстырсаңдар зор жабысады. Прям сендерге советую, мен өзім сатам. Тек осындай наклейкасымен сатам, өйткені зор жабысады да. Андай супер клей сияқты бар да, и ол вообще қолға тамызып бір түрлі болып кетеді. Енді осы тырнақпен жүремін. Сен пока, маған келіп кетіңдер.